Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі тақырып тимпанол препараты жайлы. Тимпанол препаратын ауыл шаруашылық малдарына, соның ішінде күйіс қайыратын малдарға, сиырларға, қойларға, ешкілерге іштің кебуі кезінде түрлі азықтарды тұтыну барысында мес қарын жұмыс істемей қалса, ондағы азық ашу бастайды. Ашу нәтижесінде газ пайда болады. Сол газдың нәтижесінде малдың іші кебеді, яғни тимпания болады. Сол кезде малға көмек көрсету үшін осы тимпанол ішкізіледі. Тимпанолдың әсер ету механизмі іштегі ашу процесін тоқтатып, газды азайтады. Бұл препаратты тұтынғанда, осы препараттың 20-30 грамм, немесе үлкен мал болса 50 граммын 1-2 литр суға араластырып ішке ішкізеді. Ал егер экстрен жағдай болса, жедел көмек көрсету, ол кезде тракар көмегімен малдың мес қарынын сол жақ бөлігінен тесіп, тракардың ішіне осыны препараттың өзін құяды. Бұл тікелей қарынға құйылады сол кезде. Осында екі жолы бар. Тимпанолды малдарға әрбір 2-3 сағат сайын 4-5 мәрте берген өте дұрыс болады. Назарларыңызға рахмет баршаңызға.